Мына негізі өмірде күйеу мен әйел үйленгеннен кейін уақыт өте бара байқап отырсам, өзің әйелің ғой енді бір-біріңе үйреніп қалған соншалық туысқаның айналып кетеді екен де. Ұяласың ғой, содан бар ғой кәдімгі. Туысқаннан қорқасың өзі бар ғой. Еще ол ренжиді, еще саған бар ғой. Сен что-то маған соңғы кез вообще жақынданбай жүрсің деп жаңа. Туысқаннан қалай жақындайсың, бұлар сен ұят қой енді демде да. Тек әйтеуір сыйлық әпере бересің, әйтеуір ештеңе айтпаса екен деп әйтеуір. Мына ер жігіт үйленгенде, мына машинаның күшімен алғанда, енді бар ғой, объем деген бар. Объем есептегенде ер жігіт 6 деген объеммен үйленеді екен ғой. Бүкіл жігіттерді қарасаң, үйленіп тұрған жігіттермен бітіп тұратын. Білмейді да артынан не болатын, қайтысынан білмейді ғой жаңағы. Әйелдер келін болып түскен кезде 1/3 деген объеммен кіреді. Жаңа, Kia Rio деген машиналар ғой. Акцент, жаңа Hyundai, ештеңе жемей, жаңа ештеңе шаруасы жоқ, өзімен өзі жаңағы. Сол бітеп, 1/3 объемы. Сол тойдың өзінде уже, той біткенше уже объем жинап тұрады уже бар ғой. Тойға кірген кезде 1/3, той біткенде уже 1/8 болып тұрады ғой бар ғой. Айналадағы бәріміз біліп алады да, анау кім, мынау анау, нормально, мына шаңыраққа вроде нормально, 6-ға дейін жетуге болады ғой деп жаңа. Уақыт өте бара 1/8, 2 болады. Бір күн қарасаң өзімен өзі 2/8 болып жүреді уже. Сөйт не керек? Ер азамат пен әйел адам уақыт өте, где-то бір 40 жасқа келгенде екеуінің объемы теңеседі екен. 3/3 болады. Содан 40-тан жоғары қарай әйел адамдар күшейе береді. 3/9, 4, 4/8. Біз еркектер төмендей береді екенбіз объемдарымыз үшін. 3/3, 3, 2/8, 2/5, 1/8. Ешкіммен шаруаң жоқ. Өзі 1/3 боласың өзі бар ғой. Ештеңе жемейсің, гибрид қылып жібереді керек болсаң бар ғой даже. Өзі батарейкамен жүресің өзі бар ғой өзі. Кейбір әйелдер вообще минусқа кіргізіп жібереді ғой вообще әйтеуір. Сол үйтін адамысың әйтеуір, болды әйтеуір. Ештеңе шешмейсің, ештеңе жемейсің, өзімен өзі кәдімгі. Расымен не былай қарасаңыз? Өйткені неге? Өйткені біз еркектер өзіміз кінәлі екенбіз да. Үйленгенше пысық болып жүресің ғой. Қалыңа қанда фамалы. Өйткені алу керек. Алғаннан кейін, семья болғаннан кейін, үйдің ішіндегі жұмыстың бәрін әйелге жүктеп қоямыз. Банктен кредит алатын болсақ, өзің бар болмайсың, әйелің жібересің. Бар сен сұраш деп жаңа. Сен сұраш бар, сен сұраш, мен ұяламын, сен сұраш. Әйелің бар, ауылға кіріп кетеді, банктан да кіріп жүреді жаңа. Бердім. Біреуден бар қарызға ақша сұрайтын болсаң, әйелің жібересің. Бар сен сұраш, сен күш сұрайсың. Ал оказывается, қарыз сұрап, кредит алып, күшейе береді екен ғой объемдар бар ғой. Өзіміз екен ғой кінәлі, күшейтіп қойғанымыз да уже бар ғой. Үйге қонақ келсе де саған алғыс айтпай, жеңгеңе рахмет деп отырады да уже. Дастархан жаятында сол бәріне уже. Біз өзіміз күшейе береміз кішкентай. Үйдің ішінде кім басқарып отырғанын киінгеннен білуге болады да. Екі ерлі зайып киінгеннен білуге болады. Екеуі де жақсы киініп жүрсе, значит, үйдің ішінде 50-де 50. Екеуі де басқарып отыр. Егер үйде жеңгеміз жақсы киініп жүрсе, ағамыз баладан қалған киім, қаладан бері жіберген киімдер, 11 бітіргенде киіп қалған киімдері баяғыдағы. Сондаймен жүрсе, значит, жеңгеміз басқарып тұр деген сөз. Ал екеуі де нашар киініп жүрсе, значит, ағамыз басқарып отыр деген сөз. Не өзі киінбейді, не әйелін киіндірмейді. Расымен сондай ғой жаңа. Өзі бір трикомен шлепкін киіп алып жүре береді қысы жаз жаңа. Әйелмен бірдеңе киінді, саған кім қарайды деп қояды жаңа. Әйел адамдар өзі күшейе береді екен. Біз еркектер не екенін білмеймін. Осындай бір концертке, бір көпшілік жерге келсек, біз еңсемізді биік ұстап жүрудің орнында керісінше жаңағы ұялшақ болып кететін кездеріміз болады да бүйтіп өзіміз. Мына концерт келгенде көреміз, біз анша қарап тұрамыз. Жеңгелеріміздің қолында билет. Қатар-қатарды өзі қарап жүреді. Орнынан өз тауып алады. Сосын күйеуі анандай жерде тұрады, есіктің қасында. Біз еркектер көпшілік жерге келсек, зависать етіп қаламыз бар ғой бүйтіп.
авария болып қалады да қайда келген білмей қаласың да бүйтіп. Жеңгеміз ана орын тауып алады да шақырады. Мында кел, мына жерде екенбіз, мында кел, мында кел. Анау үшін тұрады ғой ағам. Точно ма деп, ей мында кел қалса осы жер ғой деп, келші мына жерге деп жа. Мен осы байқаймын, осы қас соңғы кезде автобус аз ба, адам көп па, білмеймін енді. Сондай жерге автобусқа кіріп қалса қыстырылып жатыр. Қаз автобустар сондай кіріп қалсаң бір адам бетке бет тұрады. Мынша қарап қалсаң тағы біреудің бет тұрады. Құрсын төмен қарап тұрады, кішкентай біреудің бет тұрады жаңағы. Қайда қарайтынын білмейсің де қыстырылып жатасың енді. Сондай кезде телефон шыр ете қалса, біз еркектер телефонды қайда салған ба деп қаласың. Анау шырылдап атады, үсті басын сипап кетесің ғой. Телефонды аласың, сондағы жауап берген түріміз мынандай. Сосын звондаймын, сосын звондаймын. Бір жерде отырмын, сосын звондаймын, сосын звондаймын деймін, сосын деймін. Мына әйелдерге риза болатын жеңгелеріміз автобустың ішінде отырма, үстінде отырма. Жабыстырған адамды итерпеп, кетші қол жабыспай. Телефонды алады, бар дауыс, қай жерде отырса да. Алло! Қалдарың қалай, жақсы ма? Барсаң да жан-жақта Қалима жалғыз дейді ғой. Құдалар келіп жатыр, мен автобуста келе жатырмын. Әншейінде шұбырып атаған бір мәшіне жоқ, бәрі гулянкіде жүр дейді. Бүкіл автобус ол кім, Қалима кім, құдалар кім болып келіп жатыр, той қай жерде болайын деп жатыр. Барлығын біліп тұрады, біз қазақ тыңдап тұрамыз ана сөйлеп жатырған. Үші ең соңында бүйтіп қояды. Ладно, қалған сосын айтамын, жерде адамдар тұр деп қояды. Бәрін айтты саған үші бар ғой. Біз өзі киінгенде де үйленгенше киінеді екенбіз ғой, өзіміз бар. Үйленгеннен кейін бізге ақша беріп бар киініп кел десе, біз еркектер бірінші бутиктан киініп келеміз, болды. Ар жағында тағы бутиктар бар екен, біз білмейміз да, біз базарға кіресіне сұрады, ана киіп кетіп қаласын. Сосын өздері алады. Бізге киім алғанда әйелдер, ой, тек бүйтіп қарайды да, нормально, өзі кет, өзі келмесе әкесі келді, нормально. Өздеріне ақша беріп киім алуға жіберсең, 3 күн жүреді ғой, бір киімді алмай. Алдың ба айтсың, ана жерде бір жоқ. Екінші күн алдың ба айтсың, ана жерде вообще киім жоқ. Шуба алатын болса, вообще өзі бармайды ғой. Қасында подружкасын ертіп барады. Әйел адам психологиясы ғой. Негізі өзі ала алады, бірақ анау көрсін дейді. Ішін удаяшқысыз келіп тұрды ананың барғаны. Қасында подружкасы таратушы ғой. Шуба алды анау деп айтатын жаңағы. Жалғыз өз барса ешкім естімей қалады да шуба алғанын. Негізі мен байқаймын, осы аналарымызға, аруларымызға, әйелдер қауымына, тіпті ақындар, ғұламалардың өздері жақсы сөздер арнағанды. Ананың махаббаты, ананың жүрегі, ананың алақаны, тіпті ананың табан астына дейін қасиетті қылып қойғанды. Біз еркектерге осындай сөзді аяды ма деймін да, мысалы. Мен бір зерттеп қарағам, әкелерімізге, аталарымызға, жігіттерге бір дұрыс сөз жоқ екен. Ренжімеңдер айтайын, атаң басы, әкең ауызы, бір дұрыс сөз жоқ та бізге, бір байқап отырсақ, кілең бір сондай сөздерді арнап тастағанда бізге. Жақсы, бізге ондай сөздер арнамай қойса, ол аналарымызға, үйдегі біздің әйелдерімізге, ұл қыздарымызға, оларға лайықты. Олардың еркелеп жүргені, еліміздің тірегі, жанұяның тірегі, осы ер азаматтардың арқасы деп білем. Ер азаматтар аман болыңыздар. Әрқашан биік жүрейік. Сайысымызды одан жалғастырайық. Екінші жұпты ортаға шақырайық.